Сіз ауырған кезде дәріні жиі қолданасыз ба? Ендеше оның қандай плюстары және минустары бар екенін айтып өтейік. Біз дәрілерді көптеген жолдар арқылы қабылдауымыз мүмкін, бірақ ең жиі қолданатынымыз ол парентеральды және энтеральды. Парентеральды деп отқанымыз ол екпелер түрінде дәрілерді алу болса, энтеральды ол күнделікті асқазан ішек жолы, яғни ауыз арқылы әртүрлі дәрі-дәрмектерді қолдану. Енді осы энтеральды путтың қандай минустары бар қарастырайық. Біріншіден, біз дәрі-дәрмектерді қабылдаған кезде оның организмге сіңу ұзақтығы ол кемінде 15 және 40 минут арасында сіңеді. Ол бірінші минусы. Екінші минусы дәрілерді дозалаудың дәлсіздігі. Келесі минусы ол сіз дәрілерді ұзақ уақыт қабылдаған кезде сіздің организміңізде именно асқазан ішек жолыңызда әртүрлі жаралардың пайда болуы. Оған бір мысал сіз аспиринді көп қабылдайтын болсаңыз, ол уақыт өте келе сіздің асқазаныңызда жара тудыруы мүмкін. Екі жолды таңдайтын болсақ та, бізде өзіндік минустары бар. Сондықтан да кез келген кезде оңды-солды дәрі-дәрмектерді қабылдауға болмайды. Тағы бір энтеральды путтың ең басты минусы ол біз жедел жәрдем кезінде ол таблетканы беріп алып пациентке қашан эффект береді екен деп күтіп қарап отыра алмаймыз. Бұл кезде бізге ең тиімді жол парентеральды жол болады. Парентеральдың өзіндік тағы да минустары бар. Оны келесі видеода күтіңіз.